Құрметті депутаттар, тұрақты комиссия қатысушы бөлім басшылары, халық өкілдері, бүгінгі тұрақты комиссиямызды бастайық. Бүгінгі тұрақты комиссияда аталғандай 8 мәселе қойылған. Онда мынау жаңағы есептің алдын алып сіздерге ескерту. Сағат 10-да дегеннен кейін 11-де келуіміз керек. Ондай болатын болса, жаңағы дербес құрамдарын бекіту бойынша баяндалды, бірақ біршама ескерту ұсыныстарыңызға сәйкес мына жаңа құрамды атап өтуге рұқсат етіңіздер. Қала әкімдігі жанында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі комиссияның дербес құрамы комиссия төрағасы Тұрашбек Нұрбол Әбсаттарұлы, төраға орынбасары Әуелбеков Әділ Арыспайұлы және хатшысы Омар Әзімхан Әбілхайырұлы. Комиссия мүшелері Таңғатар Мақсат Асылбекұлы, мәслихат хатшысы Айтып Жомарт Мұхаммед Латипұлы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаментінің штаб басшысы Жанаев Бауыржан Дәулетханұлы, қалалық полиция басқармасының басшысы Сәрсенбаев Ақбар Амантайұлы, Аманат партиясының Түркістан қалалық филиалының атқарушы хатшысы Құдияров Ғалымжан Батырханұлы, қалалық мәслихаттың депутаты Жаңбырбаев Шәкен Махмутұлы, Түркістан қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы Меңдібаев Шалбай Мақсұтұлы, жергілікті полиция қызметінің басшысы, одан бөлек Абдуллаев Ақиқат Махмутұлы өткен елде өзінің ұсынысы бойынша комиссия құрамына. Ұсыныс бар еді. Біз өткен жолы айтылған сол мәслихаттың ұсынған ұсыныстарын өзгерту енгіздіңіз ғой? Қайталап жатырсыз ғой? Иә, енгіздік. Қайталаудың керегі жоқ. Мынаған бізде келесі мәселеге көшейік. Екінші мәселе құқық бұзушылық. Екінші комиссияда да сол өздеріңіздің ұсыныстары. Бұл жерде жаңағы бірінші комиссия бойынша алдыңғы сессияда айтылған ұсыныстар қосылды. Бірінші мәселе бойынша сұрақ бар ма? Әкім құқық бұзушылық бойынша комиссияның сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу жөніндегі комиссия сұрақ бірінші мәселе бойынша. жоқ, бұл жоқ құрамына. Онда екінші мәселеге көшеміз. Екінші мәселе Түркістан қаласы әкімдігі жанында құқық бұзушылық профилактикасы жөнінде ведомстволық комиссия. Бұл жерде де өткенде баяндалды, қосымша қосылды. Бұл жерде Мансұр Ардақ Үсенұлы қосылды, өзінің ұсынысы бойынша. Қалған комиссия мүшелері сол кезде толық баяндалды. Егер қажет болса, тағы да қосымша баяндауға рұқсат етіңіз. Мақсат Асылбеков. Комиссия төрағасы Тұрашбек Нұрбол Әбсаттарұлы, төраға орынбасары Жанаев Бауыржан Дәулетханұлы, комиссия хатшысы Омар Әзімхан Әбілхайырұлы. Сұрақ бар ма? Сұрақ емес менен. Есеп емес пе бірінші? Комиссия дербес құрамда қосылды. Қоғам ұйымдарынан Дәулет Мәлік Жұмаханұлы қосылды, Түркістан газетінің бас редакторы. Одан бөлек бізде енді қараңыз, өткенде де айтпаймын, мынау сыбайлас жемқорлықта да бір адамдар. Сосын ол құқық бұзушылықтарға бір адамдар. Бүкіл жерде әкімшіліктің бөлім басшылары. бұл жерде екіншісі комиссияның құрамына қоғамдық ұйымдардан қоссақ деп едік біз. Бұндай ұсыныс болу керек. Мына жерден сіздер аласыздар да, Түркістан қаласының несі Мәлік Жұмаханұлын қоспастар. Басқа ешкімге қалған сол бөлім басшылары сол отыр, Талғат отыр, Ақылбек отыр, Әбжаппар отыр, Бақшан Көкебаев отыр, Эльмира Тынышбайқызы отыр, Оразгүл Шайкембеков отыр, Асылбай Байымбек отыр. бұл кісілердің бәрі де осы
осы мәселе бойынша тікелей жұмыс атқарады бәріне тиісті. Түсінікті ол нәрсе. Баян болған уже бір комиссияда болған үшін оларды басшылықтар қайта-қайта комиссия қосып қайта-қайта жиын өткізғанша олар жұмыс істеп келіп жатса комиссияға шақыра бермейді. Ал қоғамдық ұйымдарда бізде көп әлеуметтік желіде өте белсенділер. Ал енді құқық бұзушылық бойынша комиссияның құрамына соларды енгізіп берген үшін болған еді. Ал сіздер арасында бір Мәлік Жұмаханұлын қосты, сосын мен өзім ұсынғаннан кейін мені қосты. Сол адам сол жерде әділ агеншілер бар ма? Бұл жерде қазір құқық бұзушылықтың комиссияның құрамында 20 адам деген сияқты пәлен адамнан аспау деген сияқты бар ма? Жоқ, ограничение жоқ. Шөнбай, Талғат, Оспан, Арман, Ақылбек, Айбектің бір комиссия керек не деп тұрмаса. Солайда ма? Олар жұмыс істесін одан да. Мақсат сөйлемін жалғастырып өтейінші. Ардақ сөйлемін сөзін жалғастырып өтейін. Шынында итак өздерінің жұмысы толық азаматтар ғой. Қажетіне мысалы, Арманның қажетіне өзінің жолын итак жүріп жүрген мысалы. Тағы қайсысында қолдасу керек шығар өйткені мектеппен тікелей жұмыс жасайды. Ал енді бұл жерде Айбектің ел атшы бар. Өзінде мен арасынан қарап тұрсақ көп, менің ұсынысым спорт бапкерлерін. Спорт школдағы бапкерлер. Өйткені көп жағдайда олар өз балдарына ие бола алады. Бұл жерде түнде шығатын болса, бұзушылықты анықтайтын болса, спортшылар болатын болса, ол жерде бапкердің айтқаны істейді. Барлық спорт директорлерден, тағы не? Спорт бапкерлерінен, болмаса спорт жаттықтырушыларынан қоссаңыздар сол дұрыс болады жүр. Итек жұмысы көп адамдарды әкеп береді. Дыға берген, толықпен. Ешқандай ешнәрсе жоқ мына жерде. Өтірік жұмыс болады енді құқық бұзушылық бойынша. Жауап түсінікті. Жұмысыңыз жоқ па комиссияның жасына? Өзіңіздің келісіміңіз бойынша ұйымдастырып қой? Жоқ, бұл кісі бәрі тұрады өйткені мектептің несі жоқ. Онысы шайшына осы комиссияны құрған заңгер берейікші. Бұл жерде қолдасына орасан шайға қылсын бұл кісі. Оспан дегендер керегіне дейді. Қаланың әкімі тұр, орынбасары тұр, аппараттың басшы комиссияда жүр. Оның бәрін бөлімдер керегіне деп жатыр да. Қолдасуға ешқандай вопрос жоқ, ол тұру керек. Бұл бақша бойынша сізге тұрғын үй бөлім басшысының керегіне дейді. Оған жаңа құқық бұзушылық алдында қаланың бас имамын, болмаса спорттың жаттықтырушыларын, қоғам белсенділерін, осындайлар неге қоспайсыз, нем керегіне дейді ол. Дежурный адамдар былай ойлайсың. бұл жерде Үсенбаев Талғатқа байланысты айтайын, мына қаланың жарықтандыру лифтілерін жарықтандыру қала әкімі тұрғаннан кейін қала әкімі тапсырма беріп болды. соған жауап Құрметті әріптестер, осы комиссияны мынау сұрақ көп туындап жатқанына байланысты уже екінші мәрте кері қайтарамыз. Келісесіздер ме? Келісеміз. Қайтарып. Мына керегіне шынымен мынау Айбектің не керегіне көреді? экономиканың қалан басшы тұрғаннан кейін ол мен мысалы бір жер комиссия кірсем мен бухгалтерімді одан кейін заңгер бәрін қосып қоймаймын ба? Сол сияқты. Бұны кешірім сұраймыз. Кешінде осы депутаттардың көтерген мәселеде қайтадан алып келіпсіз. Мына жерде партиялардан қосыңыз, оны қоғамдық ұйым, қоғам белсенділерінен қойыңыз. Әзім мырза бұл уже екінші рет болып жатыр да. Қоғамдық кеңестің төрағасын қосыңыздар. Келесіне де өзіңіз дұрыстап қарасаңыз. Түсінікті. Мен бұны қаршы өте орынды осы аталған сын ескертпелеріңізді мен қосайын, келесіне де қаралсаңыздар. Сессияға дейін өзгеріс енгізіп алып сессияда қайта баяндаймын. Сізге депутаттарына ұсыныс қылып айтты, сіз қайтадан сол мәселені алып келесіз. Үсенбаев Оспан керегі ме ол комиссия құқық бұзушылықтың алдын алуға? Болмаса қала әкімі орынбасарын бекітіп қойыңыз, ол бір орынбасар. Я қоғам белсенділерін қосыңыз деп жатқан сол. Келесіз бе? Бұл жерде Оспан Арман міндетті түрде керек. Уақыт бөліп жоқ,
Ал бір адамға берілген тапсырма жол жиырма адам қаланың әкімі тұрғаннан кейін мен мысалы бір жерге комиссия кірсе мен бухгалтерімді болмаса заңгерімді бәрін қосып қоймаймын ғой. Мен тұрғаннан кейін ол тапсырма мен беріп ары Қабылданды, түсінікті. Үшінші комиссия құрамын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бізде Түркістан қаласы әкімдігі жанындағы әкімшіліктің дербес құрамына өзгерістер енгізуді сұрап отыр. Алдыңғы дербес кәмелетке толған туралы комиссия өзгермеді бұл? жоқ, ол өзгермеді. Дербес құрам туралы? Иә. Бізде алдыңғы құрамда қала әкімінің орынбасары Тасып Жандос Қалмырзаұлы басқа жұмысқа ауысуына байланысты ол кісінің орнына біз Оразбек Байдулла Жұмадыллаұлын ұсынып отыр қала әкімінің орынбасарына. Және екінші бұл жерде Абубакир Бекзат Сейдуллаұлының жұмыстан өз еркімен кетуіне байланысты ол кісінің орнына Сыздық Бауыржан Арыстанбекұлын ұсынып отырмыз. Бұл кісі жер қатынастар бөлімінің басшысы болып жұмысқа қабылданған. Осы құрамда осы екі азаматты біз өзгертуге ұсынып отырмыз. Ол материал бар ма сіздерде? Бар ма? Дербес құрамға қазір әңгіме. Төрттен өтіп кеттік пе не? Кәмелетке толмағандардың? Онда дербес құрамдар бойынша Böyle Aykos'un oradan. Bayılay onun oradan. келген адамға оған келісесіздер ме? Соның сұрақтар жоқ па? Онда келесі мәселе. Комиссияның бәрі жаңа жер комиссиясы мәселесі бойынша көтеріп жүрген азаматтар. Жер комиссиясы Тек мүше сұрауға қазір ұсыныс жаңағы жер комиссиясы бойынша атап өтесіздер ме? Қазір депутаттар өзіміз қалып мәселе ұсынамыз. Екі азамат ұсынып жатыр. Жер сіз айтасыз ба? Жер комиссия отырысында екі депутат қалыпты сұрағанбыз, олар өткен мерзімі бір жылдан асып кеткеннен кейін. Өткен жылы 2021 жылы тамыз айында қабылданған екен екі депутат кісілерді. Сіздің атыңызға хат жолдағанбыз, ауыстырып екі азамат беруіміз. Мақсат Азымбек, ол оның тәртібінде жоқ қой? Қосымша ұсыныс ретінде комиссия мәселесіне өтіп кетіп жатырмын да. Қазір өзіміз ұсынуымыз керек та, біз балада екі адам, екі депутат. Ол қай жерде жазылған? Bir жылдан аспау керек комиссиясында деген. Кодексінде 3-ші бапта көрсетілген екен, жаңа комиссия құрамында жергілікті атқарушы органдар депутаттар болу керек, бірақ олар мерзімі бір жылдан аспау керек. Bir жыл сайын ауысып. Депутаттарға қатысты мәселе ме? Тек қана бүкіл құрамына қатысты мәселе ме? Кеше заңдылығы бәрін берді ма? Заңын берді, 43-ші бап қой. 43-ші бапта бір жылда мысалы ендігі келесі қай партиядан болсын, ол яғни қабылданбай ауысу керек. Жазба осы депутаттардың арасында екі депутат ұсыныс керек, жер комиссиясында. Оны біз қазір өзіміз ұсынамыз. Келесі мәселе. Онда қарауға жолданады. Жаңағы кәмелетке толмаған істер және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияның есебі. Күзембай. Жоқ. Қысқы маусымдық дайындық жұмыстарын барысы туралы. Шырпымен қамтамасыз ету мәселе көтерілген. Көмірдің қалаға келген. Сол мәселе бойынша атап өтіңізші. Құрметті Мақсат Асылбекұлы, құрметті депутаттар, жалпы Түркістан қаласында қысқы маусымға дайындық жұмыстары бар.
екен. Сіздер тарапыңыздан берген сұрақтар мен ұсыныстарға тоқтала кетейін. Нақты мынау Түркістан қаласында Түркістан теміржол станциясынан 2022 жылға жеткізілген қатты отын көмір жалпы 41.000 тонна 41.750 тонна көмір жеткізілген. Қазір нақты мынау әр тупиктен, әр мекемеден алып көрсетіп отырмыз. Мына слайд жаңа дайындап бересіз, тағы түсіріп көрсетеміз. Міне осы болды. Жалпы мынау слайдта көрініп тұр. Әр қандай мекемелер көмір жеткізумен осы Түркістан қаласында айналысады. Қай жерде, қай мезгілде қанша вагон келген бойынша теміржолдан нақты мәлімет алып сіздерге ұсынып отырмыз. Апрельде келген көмірлерді қай жерге алып келген? Апрельде ИП Макамбаев дейді, ИП Жан. Машина алып кетті, Жан алып кетті. Қайда алып келген? Ол маусымда көмір ма, или 2022-2023 жылдың маусымы ма? Ол 22-23 жыл маусымына арналған көмір. Сәуір айында келген ба? Иә, ол мысалы қаңтар наурыз айларында да көмір келген, оны бұл неге статистикаға қосып отырмыз, өйткені ол 21-22 жылдың жылыту маусымына арналған. Бізде бойынша 31 наурыз бізде 1 сәуір күні жылу маусымы, алдыңғы жылу маусымы тоқталады ғой. Сол келесі 1 сәуірден бастап келесі жылдың жаңа қысқы маусымының сезонын көрсетеді. 22-23 1 сәуірден елға түскен көмірлердің есебі. Келесі ШП бойынша. ШП бойынша мына жалпы 380 қазір өткенде баяндалып кетті, 380 бойынша. Қазір өткенде мәселе көтергенсіздер, мынау Таукихан көшесіндегі екінші домның газ кіргізу мәселесі. Ол бойынша қазір құрылыс материалдары толық жеткізілді, ШП-сі де басында тұр. Осы 5 күн көлемінде толық газға қосамыз. Қазір жұмыстар атқарылып жатыр. 42 тонна біте бар. Иә, осы айдың соңына дейін газ береміз. Қазір ішкі жүйелерін монтаждау жұмыстары атқарылып жатыр. Жаңағы 380 тұрғын үйдің жобасының аяқталуы 2023 қараша айында ба? Келісімшарт бойынша 2023 жылға өтпеді. Жалпы оның суммасы 243 миллион, биылға 200 миллион қаралды. Сол себепті жаңа келесі жылға өтпеді. Бірақ біз оны 2023 жылдың желтоқсан айына дейін созбаймыз. Оны биыл жұмысын толық аяқтауға жұмыс жасаймыз. 43 миллион несіне бюджетте атқарылсын? Облыстың сәтінесе берді. Ақшасы бұл білесіз бе? Құрметті Ерсейіт мырза, осы 380 үй өткен жылы жылу маусымында басталған зар етіңіз білесіз ба? Тесерлік ұсынай сайтыған енген. Сол кезде Нұрбол Тұрашбек мырза жаңа жылдың соңына дейін, келесі жылдың қаңтар айына дейін толық береміз деп уәде берген еді. Сіз тұрып уәде берген еді сол жерде, иә? Бірақ қазір содан бір жыл қайтып келді. Былтырғы мәселеміз әлі жүрмейді биыл. Кім кінәлі соған? Енді ол мынау қаржы бөліміне байланысты. Мердігер жұмыс атқарып жатыр. Жарайды, қаржы бөліміне сіз қаржыны айтасыз. Қаржыңызды қазір сіз 200 миллион беріп қойдыңыз, иә? 200 миллион биылға бөлінген, соның қаншасын бердіңіз оған? 150 миллион алып. Жоқ. 150 миллион алып. Жоқ. 200 миллион, 150 миллион игеріп отырамыз. Қанша үстеміз 150 миллион? 230 абонентке газ кіргізілді. Кіргізілді ма? Қазіргі таңда қалған қанша бар? Ар жағында 380-нен 130-дай ғана қойып тұрасыз. Қашан басталды сіз? Қосылу мерзімі қашаннан бастап жұмыс істеп отыр бұл кісілер? Сәуір айынан бастап. Сәуір айынан бастап осы уақытқа дейін 180 абонент қосты ма? 150 абонент қосты ма?
230 деген. 230 абонент кетті. Қателеспеймін, 230. Енді былай қарай 150-130 абонентті тағы да 6 айда қосады, иә? Жоқ, осы жылыту маусымына дейін толық аяқтау. Біз жоспарлап отырмыз. Қазір бригада санын көбейттік. Жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Ертең қыс күні тұрғындарымыз, азаматтарымыз жылу алмай, қиналып қалмай ма? Жоқ, қазір бізде газ толық қамтылған, бірақ осы қалып кеткен үйлер қалған. Осыларға жаңа тарту, газ кіргізу мәселесі қалған. Осыларға ШРП орнату, магистральды құбырлардың бәрі негізі тартып қойған. Тек тартқан алдын өйткені ол алдыңғы жылдар алып отқан, ол жаңағыдай жеке кәсіпкерлердің тартқан магистральнен алып отқан үйлер болған үшін. Жоқ, қалып кеткен бұл негізі әр тупикте екі. Одан кейін жылу магистралындағы жеке бизнестегі магистральдардың ансамбль тұрғын үйлер ажырап тасталғаннан кейін олардың алдына ШРП қалдырылмай кеткен жағдайлар бар. Соның есебінен ол ШРП-дан газ ала алмай отыр. Жаңағы кәсіпкерлердің магистралына қосылса, ол жақтан рұқсат бермейді оларға. Сосын газсыз отырды біраз уақыт. Енді сол ШРП-ны қойып жалғап беру осынша ұзақ уақыт талап етіп отыр ма, бір жыл талап етіп отыр ма? Енді жұмыс жүріп жатыр ол бойынша. Оны Земстрой істеп жатыр. Ремстрой. Бізде Земстрой деген қайықтың компаниясы. Бұл үшін Түркістан ғана Ерқұмар болды ма? Түркістан облысының мекемесі. Одан облыс бойынша қай жерге тіркелген нақты? Қай ауданы? Негізі ол бойынша білмедім, анықтамай келген. Сотқа беріп оны неге бересіздер? Негізі сол қашан алған? Өтпелі деп тұр ғой, өтпелі деп тұр. Өтпелі 2023-ке өтпелі ғой. Бірақ графикпен келе жатыр ма? Графикпен келе жатыр. Өзі айналдырған жалпы суммасы қанша? 243 миллион. 243 миллион. Құрылысшысың, иә? Өзің құрылысшысың ғой мысалы. Бұл 243 миллион теңгенің ПСДС жұмыс уақыты қанша уақыт береді? Не бойынша, проект бойынша 7 ай берген ғой. 7 ай берді. Енді сен 7 айдан кейін ақшаң бар ма, жоқ па, сен проектті бұзып отырсың бірінші. Екінші, қаржыландыру мәселесі ол екінші мәселе. Міндеттеме алғаннан 7 айда бітіру керек қой. Осы депутаттар бәрі жинап сені өткізуіміз керек. Шынымен бұл мысалы да, сен қаржы бермекте, ол істемейді, мерге өстесін 7 айда проектті орындау керек. Ол міндеттеме алды, ақшасын кейін ала береді. Қазір не айтамыз? Земстрой алды көріп жолы сіздер жетті, сол компания болсын. Ол білмедім ол. Оған өтініш қылып тұрып береді, жақсы жігіттер. Иә, ол жұмыс қазір қарқынды жұмыс істеді. Оған сен отырған сияқты да өздерінің тарап тұрады. Онда оларды хаттамаға түзіп, хаттамаға түсіп, ЖКХ-ның басшысына осыған жауап беретін орынбасарға депутаттар ұсыныстайды. Тиіс шара қабылдау бойынша. Тағы бір мәселе есіп өткенде өзің мәліметін бердің. Жалпы бүгінгі таңға газ кіргізілмеген нысандардың саны 3774. Сол жерде саған Сәкен Мырзаұлы сұрақ қойды. Қазтрансгазбен сверка жасалып анықталған ба деді. Сол нақты сен сол жерде ендігі тұрақты комиссияға дейін біз Қазтрансгаздан нақты мәліметті алып, есебімізді алып береміз деген сол бар ма? Бірінші. Екінші жаңа сол 3774-тің өзіне 20.700 тонна көмір қажет депсін, 41.700 тонна келген, алайда ол Түркістанға бүкіл Сауран ауданында 110 мың халық бар, білесің, өзде Түркістан ауданының өзінде 20-130 мың тонна көмір келген. Сауран ауданы бізден алады Түркістан. Жаңақорған ауданының бізбен іргелес ауылдар бізден алады. Ертең жылдағы ол жағдай қалай қазан айы басталады, күн суытады, қазір көмір бағасы тұрақты, ертең көмірге талас, баға шарықтай, ол жылда қайталанатын жағдайда осыған не істеп жатсыңдар? Жаңағы айтқан бірінші нақтыланды ма? 3774 емес, ол көп болу керек. Бізде десек 6 сектор бар, 6 секторда 20 маманнан бар. 20 мамандық үймен аралап,
бір аптаның ішінде, 3 күннің ішінде өздерінің территориясына кімге кіргізілді, кімге кіргізілмеді нақтылауға болады. Өздерінің ішінде керек, қала ішінде керек, ағарып жұмыс жасау үшін. Оны бір цифрда әкеп айта бермей, одан да нақтылап, сонымен ағарып кіргізу үшін жұмыс жасалу керек еді ғой. Мына сектор бойынша, мына сектор бойынша, 6 сектор бойынша нақты әйел қойып қойсам, ол өзіңе де дұрыс болар еді. Ертең түсіндіру жұмысын жүргізу арқылы, тұрғындармен, әлеуметтік жағдай төмен адамдарға, кәсіпкерлер арқылы деген сияқты сондай мәлімет болу керек еді. Үшінші рет қарап жатырмыз да. Мынау ұсынысыңыз өте дұрыс. Біз ол бойынша бізде 6 сектор бар, одан бөлек газ инспекциясы бар. Ол мекемелер түгел қаланы арнап шыққан. Жалпы бізде жеке тұрғын үйлер саны абоненттер 39.937 абонент анықталған. Оның 38-інің абонентке газ кіргізген деген мәлімет бар. Бірақ біз Қазтрансгаздан мәлімет алғанда лицевой счет ашқандар саны 29.500 абонент болып тұр. Лицевой счет ашқандар. Сонда разницасы 9.000 абонент разница болып тұр. Ол жаңағыдай лицевой счет ашпағандар бар арасында. Себебі жаңағыдай үй құжаттары түгел емес, босатысы жоқ, болмаса техпаспорт жасалмаған, ИТ-де жаңағыдай құжаттары рәсімделмеген. Сол себепті жаңағыдай біз онымен Қазтрансгаз мекемесімен бірге отырып соны қарап шықтық. Оны лицевой счет ашу үшін жаңағыдай сондай жұмыстар атқару бойынша келістік. Біздің тарапымыздан қандай жәрдем керек тұрғындарға ИТ-де құжаттарын рәсімдеуге, техникалық шарт алуға, сондай құжаттар. Жалпы барлық тұрғынның есік алдына газ құбыры барып тұр негізі. Бірақ жаңағыдай ішкі жүйелері толықтай жүргізілмеген. Көмір бойынша өздеріңізге баяндап кеттім. Жалпы мынау қасымызда іргелес аудандарға да көмір тасу кестесі бар бізде. Слайдта осы бойынша. Мынау бізде қазір энергетика басқармасынан біз мәлімет алдық. Кентау қаласына мысалы 120 мың тонна көмір қажет болса, қазір 33 мың тонна көмір жеткізілген. Түсінікті, бізге бұл басқа olan мәселесі. Сұрақ бар ма? Мына баға осыдан асып кетпейтініне сенімсіздігім? Жоқ, бұл баға қазіргі тақта ең төмен баға отыр. Білім бөлімде мәселе бар ма? Қандай мәселе? Бізде 2 садигіміз бүгінгі таңда газға қосылмай тұр. Мен 3 шақырып келгеннен кейін 15 мектепті қосқанбыз газға. Сол кезде осы 2 садикті қосамыз деген жекеге кетеді деп қалдырған. Кеткен жоқ. Енді бүгінгі таңда әрқайсысы 7 миллионнан ақша сұратып басқармаға берілді. Сол ақшаны бөлімін күтіп отыр. Сол күн шуақпен өтер садик. Көмір бар ма қазір? Көмір бар. Ол жаңа ондай газ қосылмаған жағдайда көмірмен шығатын мүмкіндігіңіз бар ма? Ақшасын берген жоқ. Ақшасын сіз кеше ақшасын беріп тендер ойнатып жатыр дедіңіз ғой. Ақшасын әлі қарамадық толық. Енді қарап айтқан кезде мәлімет дайындап алсаңыз. Енді бізге сондай мәлімет беріледі. Мектепке байланысты Амертина мектебіне байланысты 24 жылға комфортная школаға байланысты бізде қазір 9 мектеп. 9 мектептің ішіндегі біреу сол комфортная школа, жайлы мектеп деп жатырмыз ғой. Соның біреусі Амертина мектебі. Жаңағы артындағы жерді мемлекеттік мұқтаж алу мәселесі бойынша хат ұсыныс бердіңіз ба? Амертинада ма? Иә. Өзінің жері. Артында үйді Қырық содық сол жерде іргелес шейін деген Кәріз. мемлекет мұқтаж үшін осы қаларында ұсыныс бердіңіз ба? Иә. Кеше бәрібір кеше. Буквально кеше. Сосын ол жерде 400 бала оқиды. Өзбек қазақ мектебі. Егер ол жерде жаңағы мені ғимаратты алып тастап салынатын болғанда балаларды 15 мектепте 200-ін 180 баланы неге Хамза мектебіне бөлек ғимарат жалға алу мүмкіндігі жоқ па? Екі мектепке дайындап отыр. 24 жылға қалды. 23-ке емес. Біз 23-ке деп жоспарлап жоқ. Бірақ 24-ке болды, кеше ғана бекітіліп айтылды. Басқа? Қойылсын бола ма? Бұл жүйелі болады. Жаңағы сұраққа жауап берсін. Айттым, бағаны осы тұрақтала ма? Баға бойынша енді бөлмейтін және сіз? Иә, біз бағаны тұрақ
бағындыру бойынша кәсіпкерлік бөлімімен бірлесіп. Бұл бағаны асып кеткен жағдайда не істейсіздер? Халықтың қалтасына барып біраз бөлінді. Қолданыстағы заңға сәйкес асып кеткен анық сіздер білесіз, мен де білемін. шара көріледі ғой басқа. Бағаны қанша деп жаздық қазір? 18.500. Шұғыларды 18.500. Ол не ол? Асмалдан 14.800. Кімде ғой? Тұрдипте ғана. Қалғандар содан алса да, оларда 15 мың, 17 мың сатып жатыр. Ипі тұрдиптен алады, алып келеді шұғыршы сол ғана. Шұққы бас болдыңыз. Ешкім маған дейлер бір уақыт дейлер. Алып келеді, сол бір шақырып, бүкіл облыс бойынша мониторинг жүргізіп, анау Қазақстан вагон жоқ деді, Қазақстан темір жолына звондап, сонда бір какой-то 20 күнге шешкен, 20 күнге қайта орнатып. Ол қазір Сіз жауап берсең, жауап бере ма? жоқ, ол жоқ, сен жаңа айтып жатқан үшін сол шеше алмайды бағаны. Шеше алмайды, бірақ бағаны жоғары Сен шеше алмайды. Біз енді мониторинг Айтсаң, нәрі істемейді, айтсаң, нәрі істемейді. Тазасын айтсаң жақсы. Қолынан кейін жауап беріп өзі ұсақ болып жүре жоқ, енді жаңа мына жерде ғалып сен мақсат сұрақ. Сен sonra осының мақсат сондай ма деп сұрақ. Сосын айтқанда уақыт шеткі бағына көп болу белгілі бас болу керек болды. Түк істемейді деп болмайды. бетіне қарап отырып бәрін түк істей алмайды. Керек түнді бәрін жүр. Меморандум бар ма бағаға? Оны бізбен жоқ, бірақ энергетика басқармасы мен бар. Сен қазір ол сұраққа түбегейлі дайын емессің. Ол сұрақты сен қазір елбасына бір айтып соны айтып беріп жатсың. Қазір жігіттерді көрмесе хабарсыз. Одан кейін саған айтады. Қазір қыстың суықтығына байланысты егер көп көмірді мынау күн суып кетсе, ол ориентировочный алып күн жылып кетсе өтпей қалады. Түсіп кетсе, өзінің түрін көрінген сондай зат, өзінің бағасын білмей зат. Қайда сондай болады. Ал енді ол сұраныстың қатты. Келіп тұрған бір бөлек, пайдаланған бір бөлек. Екі не нәрсе. Қазір мынау 3 күн болды, төтенше жағдай болды бізде мынау. Ясын өтпей қалды, 3 күннен бері газ жоқ. Қазір запаркілерін баллон көтеріп жүрген бір адам. Неге? Өйткені бәрі табиғи газға үйреніп қалған. Бірнеше жыл болды пайдаланғандарына. Кешке бір-біріне жүгіріп күнде газ бар деп көрсетеді. Ол болып жатқан жағдай. Ал ол бойынша жұмыс жасалады ма қазір? Жұмыс жасалады ма? Хабар бар, ол бойынша бізге қарасты Азия сервис мекемесі газ жүйесін жүргізу барысында газ құбырын үсіп кеткен, апаттық жағдай орын алған. Ол бойынша әлеуметтік желілерде басқа да хабарланған. Бүгін ол құбырды жабылып қойып, опрессовкадан өтіп жатыр. Айтқым ертең қосылады. Ертең қосылады. Қосылыңыздар дейді. 15 қараша ма? 380 еуро өте ма? Ноябрь, 15 ноябрь. Что қарашада болды? Халықтар виза болады. Құттықтаймын. Жұмысыңыз алға бассын, тілектеспесіз сәтті. Рахмет, сұрақ бар ма? 4 ақпанында әкім аппаратының басшысы төрағалығымен Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңына және Қазақстан Республикасы әдеп кодексі талаптарына түсіндірме жасау мақсатында қала әкімдігінің дербес бөлімдерінің мемлекеттік қызметкерлері қамтылу мәжілісі өткізілді. Мемлекеттік қызметшілер арасында алдағы уақытта сыбайлас жемқорлық көріністеріне қарсы тұруға, сыбайлас жемқорлық бұзушылықтарға жол бермеу, жол кесуге бағытталған іс-шаралар, қолданыстағы заңнамаларға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар тақырыбында семинар, кеңестер, түсіндірме жұмыстары тұрақты түрде ұйымдастырылуда. Наурыз айының 29-ында қала әкімінің төрағалығымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі комиссия отырысы өткізіліп, ол жерде қаралған мәселелер денсаулық сақтау, полиция және мемлекеттік істер органдарының салаларында сыбайлас жемқорлыққа қарсы
атқарылған шаралар туралы тыңдалған. Қаладағы құрылыс нысандары мемлекеттік сатып алуды өткізу барысы туралы екінші мәселеде осы бөлімнің жұмысы тыңдалған. Комиссия отырысында қаралған мәселе бойынша берілген хаттамалық тапсырмалар жауапты мекемелерге жолданып орындалуда. Түркістан қаласы тұрғындар мен мекемелер арасында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша насихаттық жұмыстар жоспарлы түрде тұрақты жүргізілуде. 22 жылы бекітілген кестеге сәйкес 50 мекеме ұжымдары мен білім беру ошақтарында түсіндірме жұмыстары өткізіліп, жалпы 1000-ға жуық адам қамтылды. 22 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар бойынша Түркістан қаласында жұмыс жүргізіліп жатқандығы жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде газет беттерінде 30 мақала, телеарналардан 8 және әлеуметтік желілерде жалпы саны 50-ге жуық материалдар, жарық көріп сюжеттер көрсетілді. Дербес бөлімдердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері жөнінде құжаттарды зерделеу жұмыстары тұрақты жүргізілуде. 22 жылғы ішкі саясат бөлімі мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша жан-жақты түсіндірме жұмыстарын жүргізу мақсатында қалалық ақпараттық насихаттық топ кеңестер бекітілген, кестесі бекітілген. Бөлімнің 22 жылдың 1 тоқсанынан бекітілген кестесіне сәйкес 10 мекеме ұжымдары және колледж студенттері арасында түсіндірме жұмыстары өткізілді. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңынан және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы мақалаларда бұқаралық ақпарат құралдарында насихаттау бойынша медиа жоспар бекітілді. Осы жоспарға сәйкес қазіргі таңда құрылыс бөлімінде 22 жылы 2 отырыс ұйымдастырылып, 2 мақала жарияланған. Мәдениет тілдер дамыту және дене шынықтыру және спорт бөлімінің жоспарына сәйкес 4 мақала ақпарат құралдарына жариялап 3 отырыс ұйымдастырылған. Бизнесті қолдау туризм бөлімінің жоспарына сәйкес 2 отырыс ұйымдастырып, 2 мақала жарияланған. Жолаушылар көлігі мен автокөлік жолдары бөлімінің жоспарына сәйкес 2 мақала бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланып, 1 отырыс ұйымдастырылған. Сәулет және қала құрылысы бөлімінің жоспарына сәйкес 3 отырыс және 1 мақала бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланған. Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімінің жоспарға сәйкес 2 отырыс ұйымдастырылып, 1 мақала жарияланған. Жер қатынастар бөлімінің жоспарына сәйкес 3 отырыс ұйымдастырылып, 1 мақала бұқаралық құралдар бөліміне жарияланған. Тұрғын үй қатынастары және тұрғын үй инспекциясы бөлімінде 3 отырыс ұйымдастырып, 2 мақала жарияланған. Жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде 3 мақала бұқаралық ақпарат құралдарына жарияланған, 3 отырыс ұйымдастырылған. Мәселе бар, мына жерде бізде қолымызда кестеде бәрі жазылып тұрған. Қолымызда жаңа баяндамамыз бар, бескілік баяндамамыз. Сұрақ болу керек. Қалайсыздар, құрметті? Да, сұрақ бар. Қазір сұрауға, кесте берген емес, бұл жерде 109-ның жұмысы бойынша кестері үшін оның не бойынша. Осы жерден жыл басынан бері түскен 1994 өтінім бар, орындалғаны қазіргі таңда 1744 дейді. Орындалмағандардың себебін айтасың, не себебін орындалмағандардың? Бұл жерде орындалмаған мекемелерде көбіне ЖКХ саласында, ЖКХ саласының жұмысының ауқымдығын білесіздер. Енді соның ішінде көп орындалмағандар нелер кездесіп отыр? Есіңізде сіз табаңыз ма? Қараңыз, мына жерде жыл басынан бастап 1994 мәселе көтерілген 109-ға. Оның 1744-і орындалған. Орындалмаған 250 мәселе бар. Сол не мәселе? Канализация. Қайта қалпына келтіру. Сол жұмыстар. Дал сол ма? 250. Мен просто айтайын дегенім, мынау қазіргі таңда егер алдымызда келесі жылдың бюджет бекітіліп жатыр еді.
келесі тоқсанда. Сол кезде сол мәселелердің бәрін қосып, егер қаржы қаралу керек болатын болса, сіздер осы ұсыныс берсеңдер, құрметті әріптестер, мына мәселені шешу үшін біз қаржы қарап беруге атсалысып деп ойлаймын. Иә, ойын амал шабақ сұрайды бұл жерде. Ойлаймын айтамыз. Жалпы кешіріңіздер, бұл жалпы бұл жерде екі мәселе емес, бұл жерде ана құдықшалардың қақпақтары бар, судың уақыты келіп тоқтап қалу мәселелері бар, жаңа өзі айтқандай жол, ана канализация мәселелері бар. Жаңа мәселе қойылды, сұрақ қойды. 1994 өтініште 1744 орындалған. Айырмашылық қанша? Соның 250 ма? 250 жауап бұл жерде 250 нақты талдап беріңіздер. Міне қаржыға қатысты мәселе 150 тұрақты мәселе, 250 қалған мәселе, мынандай нақты бөліп талдап беріңіздерші. Мақсатасы бар. Мына 250 жалпы орындалмай тұрған деген мәселе бойынша бұл жерде мерзімі бар, бұл жерде орындалуға 133, мерзімі өткен нақты орындалмаған 117 деп түсіну керек та, 117. Енді осы 117-ні сіздердің ұстастарыңызға мерзімі бар 133. Мерзімі өткен өтініштер саны 117. Енді осы нақты орындалмай тұрған осы 117. Алдау бар ма? Не үшін қаржыға байланысты, болмаса маманға байланысты, сол сұрақ қойып отыр. Нақты жауап берсеңіз. 117-ні шешу мәселесі зекті енді. Мәселе бар екен бізде 117 мәселе. Бірақ енді осыны шешу жолдамыз дейік отында. Енді сол қалдасаңыздарына не керекпін шешу үшін? Бар ма оған жауап? Менде оған жоқ, оның бөлім басшысы жоқ. Қабыл жасап. Мақсат Ақбекұлы, естіп жатсыздар мені? Құрметті әріптестер, қайырлы таң. Біздің қаламызда қазір именно осы канализация өзекті мәселе болады. Олар бетінді министрлігіне қақпаны түспей жабады, ол майына бас кетіп, көріп жатсыздар қазір, КамАЗдар көшенің бәрін қобалап жүріп жатқан, стройка жүріп жатыр, түсінемін. Соның бәрі постоянно тесіліп, біздің халықтың бәрін именно жандаусуда. Оған балалар түсіп кетуі мүмкін, түнде келіп жатқандар, бесік қазір уже мектептен кеш қайтып жатыр, 3 мектепте оқып жатқан бала шаға бар. Сондықтан соны мектепкерлерге айтып көрейік, бір нәрсені жасауға жауап кетсін. Действительно, канализация это актуальная тема, глобальная и проблемная. Ұсыныс. Бұл жерде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу комиссияның мәселесін есебін беріп жатыр. Ол жерде жаңағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселесі бойынша атқарған жұмыстары сол жерде тәуекелділігін және де мынау тиісті жыл басынан бері түскен өтініштердің орындалу мәселесі айтылып жатыр. Сіздің айтқан мәселеңізді хаттама назарға алынатын болады. Енді мына жерде жаңа сіз тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы. Жаңа әріптесіміз сұрақ қойды. 117 өтініш мерзімінен өтіп кеткен, бірақ негіздемелері көрсетілмеген. Білмейсіздер. Былайша айтқанда дайындық жоқ болып тұр. Соны қазір нақты цифрасын айтып сіздер халық мәслихатының депутаттарына есеп беріп келіп отырсыздар. Нақты айтылған орындалған мәселе себебін айтып отырсыз. Қазіргі бірінші сұрақтың жауап бар ма? Уақытымызды алмай тұрмыз. Қазір жауап жоқ. Мерзімнен жауап бар ма? Иә. Өздеріңіз есеп алып келіп отырсыздар. Алдымызда қойып отырсыздар. Сол жерде сұрақ қойып отырып қой. Сол жерде не үшін бір-біріне сұрақ қойып отырып жүр? Жаңағы депутат жауабы бойынша 20-сын нақты бөліп бере аласыз ба? Қазір талдау. Мына жерде Жасыл Түркістан дейді. Жасыл Түркістан дейді. Шымкент қандай? Жасыл Арман. Жасыл Арман ба? Сайын-сайынмен айнасы. Мерзімі өтіп кеткен өтініш дейді. Ол мусор алу бойынша. Мусорлар кешіктіріп уақытынан сіз жұмыс қатысушылар тізіміне енгізу мәселесімен қандай? Ескертіп бердім, айтып салып.
бастық болған негізі бөлім басшы. Оны алдында да басшылық істеді. Екеумізді мысалы біліп отырып осы жерде бәрі мемлекеттік мекемеде басшылық істеген. Сылатты жұмыс. Оның мәселені бізге дейінгі шешілетін нәрсе оған дейін сіздер өздеріңіз тез шешім қабылдап ақшасын төлеп отыр. Былайша айтқанда мен жұмыс істеймін деп алдымызға алып келіп отыр ғой. Подрядчик жұмыс істеймін. Күнделікті бақылауда отыр деген. Жоқ, қаржысынан қиналып жатыр ма кісілер? Қаржысынан қиналып жатыр ма? Жоқ, қаржысын алып жатыр уақытта. Неге ол жұмысты уақытта істемейді? Бірақ соққа болды. Қаржысын алып жатыр істемейді. Жаңағыңыз айтыңыз, қаржысын бере алмағаннан істемей жатыр дедіңіз. Дұрыс па? Енді қаржысын алып жатыр. Неге жұмыс істемейді? Ешкетуде шара көріп шара көріп отыр. Есепті ауыстырып. Мына жерге де. Болмаса сотқа емес, жұмыс бұл. Мына жерге мына жерге алып келіп отырсыз. Біздің подрядчигіміз, мердігеріміз жұмыс істеген адам өтініштерді орындамаған үшін алып келіп отырсыздар. Біз енді мәслихатта қандай шешім қабылдап беруіміз керек? Жалпы мердігеріміз орындамаса сіз оны жосықшылап беру сіздің тікелей міндетіңіз ғой. Ал орындатпаса оған тиісті несін беру шарасын. Ішкі мәселелеріміз ғой деймін мына жерде алып келіп отырмын. Сұрақ бар ма? Сұрақ бар. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша жан-жақты түсіндіру жұмыстарын жүргізу мақсатында қала аппараты құрылған. Бұл кімдерде тұр? Қандай деңгейде сол ақпараттық топ елдің комиссия мүшелері түсіндіру жұмыстарын жүргізеді ғой, насихатты ақпараттық топ жүргізеді ғой. Оның құрамы қандай деңгейде жүргізіліп жатыр? Бірінші, екінші, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау, тәуекелдерін және ұйымдастырушы басқарушы қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау бағытында жүргізіліп жатыр бөлімдерде дейді. Сол барлық бөлімдерге жүргізілді ме осы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау? Барлығына жүргізілсе қандай кемшіліктер анықталды? Мына екінші сұрақтан бастайын. Жалпы бізде зерделеу бойынша аппараттан комиссия құрылған, барлық бөлімдерге зерделеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жерде барлығы жақсы деп айтылмаймыз, бірқатар кемшіліктер бар. Мысалға жаңағы кейбір бөлімдерде дер кезінде осы өзінің ішінара жоспарларда бекітілмегендер анықталып жатыр. Оның бәрі қайта орнына келтірілді. Одан бөлек мынау бір бөлімдері анықталды. Жаңағы жоспарға сәйкес тиісті жаңағы отырыстарын ұйымдастырмаған бөлімдерде анықталды ол жерде. Ол бойынша да дер кезінде анықталып жаңағы кемшіліктер жойылды. Кейбір бөлімдерде мысалға жаңағы арнайы маман бекітіліп, бірақ сол мамандар жұмыс атқармаған тиісті деңгейде. Бұларды біз анықтап қайта өзінің жолына қойдық. Сосын атқарылған жұмыстары бойынша жүрген, бірақ хаттамалар толтырылмаған, немесе жаңағы мынандай дәлелдеме жаңағы отырыстың суреттері жоқ, немесе құжаттары жоқ деген осындай біраз мәселелер анықталды. Одан бөлек мынау тағы да енді кейбір бөлімдерде мынау жаңағы мынау тулар, біздің мынау нелеріміз, жаңағы елтаңбаларымыз ескерген деген мәселелер мынау. Бұндай да мәселелер біз анықтап отырмыз. Одан бөлек мынау жаңағы компетенциялық қызметі дейді ғой, бұл жерде квази мемлекеттік секторларына біздің мекемелер бар жаңағы. Сол жерлерде арнайы неден ішінара өздері жаңа комиссия құрып, ол жерде енді бұлай тілмен айтқанда офицер деп бекітеді, мысалы.
сондай басшылар бекітілмеген, ол бойынша жұмыстар атқарылмаған. Осындай кемшіліктерді біз дер кезінде анықтап жолға қойып отырмыз. Халықтың кестесі жоғарғы оқу орындары соған сәулет қала құрылысы және жер қатынастары көптеген халықтардың арыз шағым көп. Өтініштер жер қатынастарына түседі, оның сәулет қала құрылысы бөліміне жолдайды. Бұл кейінгі жаңа қызылсыз мәселесін кейіннен анықтап алып тастаған. Сол бұрынғы мәліметке қарайтағы көптеген білім мәселе, ана анықтап зерделеп жаңа мәселені қарамай бас тартады бірден. Ол екінші бар қайтадан өтініш тастап келсе, қызылсыз жол ол жерде. Осындай мәселе көп, халықтың сандалып арыз шағымын жүргендер өте көп. Жаңағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес осыларды қарау керек пе осы мәселелерді талдау керек. Қанша өтініш түссе, оның қаншауы қайтарылды, қанша бастарды, негізсіз қайтарылды деген сияқты мәселелер жұмыс жасаса, бөлімнің мамандары жауапкершілік болады. Дұрыс айтасыз. Мәселелер кішкене тереңдеп қарау керек. Бұл бойынша да бізде мына мемлекеттік қызметтер жөнінде агентствода қарап отырып, ол жаңағы мекемеден де көптеген осындай жаңағы кемшіліктер орын алу бойынша біздерге түсті. Ол жалғыз сәулет бөлімінде емес, бұл жер қатынастар бөліміне де түсті. Ол бойынша біз жұмыстар атқардық, тиісті мамандардың тәртіп жауапкершілігінде қарадық осы жаңағы отказ мәселесі жөнінде. Ол жерде де немқұрайлық деп есептеуге де болады, оны мойындау керек. Мәнде жаңағы кішкентай бір ана жерде өтініштері немесе басқа кезінде орын алған. Дұрыс жазылмаса да соған отказ беріп жүргенде жағдайлар орын алған. Бұл қазір тікелей бақылауда бұл мәселе. Басқа сұрақ бар ма? Алдын басқа сұрақ бар ма? Жақсы. Мәселелерді, кемшіліктерді халыққа келтіру мәселесі бойынша қадағалауға қойсаңыздар. Келесі мәселе. Жалпы біз келесі жылдан бастап 2023-2025 жылдар аралығында комфортная школа деген бағдарлама ашылған, соған сәйкес 9 мектеп енгізілген болатынбыз. Жәнегі 3 ауысымды 4 мектептің мәселесін шешу мақсатында Қазыбек би бойынша біз аржағынан қосымша жер тауып, соқтан 600 орындық мектебін құрылысын жүргізу жоспарлануда. Қазіргі таңда облыс құрылыс басқармасы тарапынан жобалау сметалық құжаттамасын әзірлеу бойынша тиісті жұмыстар жүргізілуде. Одан бөлек Қамза мектебі бойынша оған 300 орындық қосымша ғимарат салу жоспарлануда. Оған да қазір жобалау сметалық құжаттамасын әзірлеу жұмыстары жоспарланған. Келесі жылы біз мәселені шешу мақсатында Түркістан қаласында 5 мектептің құрылысын бастау жоспарлап отырмыз. Келесі жыл ма? Келесі жыл 5 мектептің құрылысын бастау жоспарлап отырмыз. Жасырсуға дайын. Бір мектептің жасықса, темірді жасықса түзетуден өтіп қайта шықты. Сол дайын қалғандар енді әзірленіп нақтылау барысында енгізілетін болады. Әмірдегі 300 орындық болды. 300 орындық. Жаңа мәселені ескеріп, оны мектеп халқын жылдамасын өткенді айттың ғой? Кәріс алу бойынша. Онда қарадық,